Баршаңызға сәлем. Сіздермен нәрестелердің іш кебуі кезіндегі массажбен бөліспекшімін. Алдымен нәрестенің ішін жылытып аламыз. Ол үшін төмен қараған қимылдарды және төмен және жоғары қараған қимылдарды кезектестіре отыра бірнеше рет қайталаймыз. Жылытудың пайдасы нәрестенің ішегінің түйілуін және де спазмын азайтады. Алақанымызды нәрестені кіндігінің үстіне алып, саусақтарымызды бос қою арқылы сағат тілі бойымен айналдырамыз бірнеше ретке дейін. Сағат тілі бойымен бірінші үлкен шеңбер бойымен айналдырамыз. Сосын кіші шеңбер бойымен, сағат тілі бойымен айналдырып шығамыз. Нәрестенің бүйір бұлшықеттерінен, яғни бүйірінен ішіне қарай және төменге қарай тартып осылай массаж жасаймыз. Ары қарай гимнастика. Әр аяқты ішке жеке-жеке бүгеміз, сосын екі аяқты бірге ішке бүгеміз. Бұл газ түзілуінің және жел қайнасуды жеңілдетеді. Егер балаңыз қатты жылап жатса, осылай жамбас буынын да айналдырсаңыз болады. Бұл қалып нәрестеге құрсақтағы қалыпты еске түсіріп жылағанын қояды. Сосын оң қолмен сол аяқты ішке қарай бүгіп 5-6 рет кейін қайталаймыз. Сосын сол қолмен оң аяқты осылай ішке қарай бүгіп 5-6 ретке дейін қайталаймыз. Ары қарай бір аяқты бүгіп, екінші аяқты созып, кезек-кезек әр аяққа осылай қайталаймыз. Ары қарай екі аяқпен бірге бүгіп, 5-6 рет кейін қайталаймыз.